12 қараша күні бокстан Қазақстан чемпионаты бастау алды. Аиба әуесқой боксындағы үзілістерге қарамастан ерлердің олимпиадалық салмақ санатының санын 8-ге дейін қысқартатындарын жариялаған болатын. 2018 жылғы әуесқой бокстан Қазақстан чемпионаты ескі дәстүрмен 10 салмақ категориясында өтетін болады. Чемпионатта еліміздің 198 мықты спортшылары бас жүлдеге таласуда. Қазақстан чемпионатының қорытындысы бойынша жаңа ұлттық құрама қалыптасып, 2019 жылы жаңа құрама әлем чемпионатына бақ таласады. Әлем чемпионатында жүлдеге ие болған спортшылар Токио 2020 олимпиадасына жолдама алады. Чемпионатқа әйгілі спортшылармен қатар республикалық аренада бірінші рет қатысу алып отырған спортшылар да қатысады. Чемпионат алаңында Қазақстанның үздік спортшыларының бірі Рио олимпиадаларының жүлдегері Василий Левит, әлем чемпионы Қайрат Ерғалиев, әлем чемпионатының күміс жүлдегері және Азия чемпионатының қола жүлдегері Қамшыбек Қонақбаев және әлем чемпионатының қола жүлдегері Абылайхан Жүсіпов және басқа да спортшылар күш таластырады. Жарысқа әртүрлі өңірлерден келген ондаған жас спортшылар әлем құрамасы мен өңірлік жарыстардың танымал шеберлері құрамаға кіруге барын салады. Теміртау қаласының атынан Қарағанды облысының командасының құрамасында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Анатолий Дмитриевтің шәкірті бокстан спорт шебері Ахниет Балтабаев қатысады. 52 келі салмақ санатында біздің боксшыларымыздың бірінші қарсыласы Астана қаласының өкілі Қанат Санғыл. Ұйымдастырушылармен қазылар алқасына 5 күндік ауыр жұмыс жүктеліп отыр. Жарыстың алғашқы өнер көрсетушілері болып 20 жұп анықталды. Күн сайын жарыс 5-6 сағат бойы үзіліссіз жалғасатын болады. Қазылар әділдігі үшін Қазақстан чемпионатына арнайы шет елдерден 3 жұлдызды 3 әділ қазылар алқасы шақырылды.